Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабақ тақырыбы программалар терезесі. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын алдыңғы тақырыпты есімізге түсірейік. Төменде белгіленген белгішелердің ішінен буманы көрсет. Жақсы, жарайсың. Бума дегеніміз не еді? Жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабақта үйренетініміз программалар терезесі, терезенің негізгі элементтері, терезе түрлері, мәтіндік блокнот программасында теру. Бүгінгі мәтін теретін бағдарламамыздың аты өздеріңізге белгілі блокнот. Яғни блокнот бағдарламасы мәтінді теруге, өңдеуге мүмкіндік береді. Алдымызда блокнот бағдарламасының терезесі. Жалпы балалар, терезе дегеніміз Windows операциялық жүйесінің негізгі нысаны болып табылады. Экранның жақтауларымен шектелген төртбұрышты аймақ бұл терезе. Терезенің элементтерімен таныс болайық. Блокнот деген сөз бұл тақырып тақтасы. Яғни бізге берілетін терезенің тақырып тақтасы. Мәзір жолағы. Мәзір жолағында файл, правка, формат, вид, справка деген қосымша менюлерден тұрады. Жұмыс алаңы. Жұмыс алаңында біз мәтін теріп, оны өңдей аламыз. Және қарау тақтасы. Ал сары шеңбермен белгіленген аймақ жабу, үлкейту, жинау элементтері қолданылған. Яғни X белгісімен белгіленген қызыл төртбұрыш жабу деп аталынады. Ал үлкен экранды немесе кіші экранға ауысу үшін төртбұрыш бейнеленген батырманы басамыз. Ал сызықша белгісі тұрған батырма ол жинау батырмасы. Яғни бізге керекті терезені жаппай жинап қоюымызға болады. Терезенің түрлері бумалар терезесі, қосымшалар терезесі, сұхбаттық терезе және анықтама терезесі болады. Блокнот бағдарламасын ашу үшін бас мәзірді бірлет шертеміз. Барлық программалар пунктіне өтеміз. Стандартные бумасын таңдаймыз. Стандартные бумасынан блокнот бағдарламасын таңдап шертеміз. Блокнот бағдарламасы мәтінді өңдеуге және теруге мүмкіндік береді. Үшінші сынып. Кез келген мәтінді жазып, өңдеуге болады. Файл көмегімен бағдарламамызды сақтауға болады. Формат көмегімен қаріптің көлемін, өлшемін өзгертуге болады. Правка көмегімен мәтін ішіндегі сөздерді табуға, өзгертуге және қоюға, қиюға болады. Мәтінді сақтау үшін файлға барамыз, сохранить как батырмасын таңдаймыз. Файл кеңейтілімін сақтай отырып, тақырып жазамыз. Үшінші сынып. Және сақтау батырмасын басамыз. X батырмасымен жабамыз. Развернуть батырмасымен үлкейтеміз, кішірейтеміз және жинаймыз. Бүгінгі сабақтың сөздігін дәптерімізге жазып алайық. Тапсырма. Оқулықтағы 26 беттегі талдап салыстырайық тапсырмасы. Тапсырмада күнделікті қолданылып жүрген блокнот және блокнот бағдарламасының айырмашылығы мен ұқсастығын жазамыз. Осымызбен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.